Армысыз құрметті көрермен, Серікті арнасында Қазалы ауданының қорытынды жаңалықтары, студияда Рахат Рахымжан. Қызылорда облысына жұмыс сапарымен келген су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Шиелі ауданына ат басын бұрды. Биыл шиелілік шаруалар 31.740 гектар дән тастады. Күріштің көлемі 13.000 гектарға жуықтайды. Егінді әртараптандырып, су үнемдеу бағытында біршама жұмыстар, жобалар жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі таңда ауданда тамшылатып суғару әдісімен 2000 гектар үстінде көкөніс, бақша дақылдары өсірілуде. Барлыбай ауыл шаруашылығы тамшылатып суғару технологиясын осыдан 7 жыл бұрын қолға алған. Қазіргі таңда 25 гектар аумаққа қызанақ егіп отыр. Шаруашылық әр гектардан 50-60 тоннадан өнім алуда. Былтырғы жылы ауыл бағдарламасы арқылы мемлекеттен 27 миллион қаражат алып, осы мына көкөніс өнімдерін консервілеу цехын аштым. Бұл енді біздің елімізде қазір кенже қалып келе жатқан өндірістің бірі. Соны көркейту мақсатында былтыр іске қосылды. Енді қазіргі таңда осы өнімнің былтырғы жылы 4 түрін шығарсам, қазір биылғы жылы 12-15 түріне дейін өнім түрлерін шығару. Оның ішінде мына барлық қазіргі көкөністерден, қауын қарбыздан, қызанақтан, солардың вареньелерін жасау, салаттың 5-6 түрі бар, томат бар. Соның барлығын 12-15 түрімен шығарып, мына облысымызды осы өніммен қамтамасыз ету. Шиелі ауданы бойынша егіншілік саласы оң көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Атап айтқанда, ауыл аманаты жобасы аясында аудан бойынша 548 миллион теңге қаражатқа 75 жоба қаржыландырылған. Су ресурстары және ирригация министрі атқарылған істерге оң баға беріп, ауыл аманаты арқылы іске асқан жобалардың санын әлде көбейту қажеттігін атап өтті. Күріш ғылыми зерттеу институтына бардық. Ол жерде мынау Венгриядан келген кәсіпкерлермен бірге біз биыл осы Қызылорда облысында және Жамбыл облысында арнайы жерге сол қосымшаларды пайдаланып отырып, оны да суды үнемдеуге болады. Биылғы жылы біз сол осы екі институтта арнайы өзі белгіленген жерлерде сол құрал жабдықтарды пайдаланып жатырмыз. Егер тура сондай суды үнемдейтін жағдай болса, біз оны келесі жылдан бастап уже шаруа қожалықтарымен отырып, сол Венгриядан келген кәсіпкерлерді біріктіріп, сол жұмысты жүргіземіз. Біздің мақсатымыз мынау суды үнемдеу арқасында егіліп атқан дақылдардың егіс көлемін қысқартпау. Ол бірінші. Екінші, өнімділігін арттыру. Сондай-ақ кездесу барысында шаруа қожалық төрағалары су шаруашылығы саласындағы өзекті мәселелерді атап өтіп, ұсыныстарын жеткізді. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Тасаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Азаматтық қорғау төтенше жағдайлардың алдын алу, аумақтық қорғанысты қамтамасыз ету. Бұл аталған міндеттер облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасының тікелей қызметі. Аталған басқарма маңызды мәселелердің бел ортасында жүреді. Биыл 3 нысанда қорғаныс бөгеттерін жөндеу қалпына келтіру жұмыстарын жоспарға енгізіп, Арал ауданындағы 2 нысан бойынша жұмыстарды бастап кеткен. Сондай-ақ мамыр айында Сырдария өзенінің су шаруашылығы нысандарына зерттеу жұмыстары жүргізіліп, жөндеу жұмыстарын қажет ететін 14 нысан анықталған. Тиісті құзырлы органдардың ұсыныстарымен бірінші кезекте жөндеу жұмыстарын қажет ететін учаскелер нақтыланып, қажетті қаржы көлемі есептелуде. Нәтижесімен бюджеттік өтінім әзірленіп, облыстық экономика және қаржы басқармасына тапсырылатын болады. Брифинг барысында басқарма басшысы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасын алдын алу мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өтті. Аймақта Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының алдын алу мақсатында көктемгі және күзгі залалсыздандыру жұмыстарын жүргізілу жоспарланған. Көктемгі залалсыздандыру жұмыстары 9 сәуір мен 24 маусым аралығында жүргізілді. Жалпы облыс бойынша залалсыздандыру жұмыстарының тиімділігі 98,1% құрап отыр. Енді осы бағыттағы тиісті қорғану шараларын атқару бағытында жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында елді мекендермен кездесуінде осы кеңес шығару, яғни осы жаңа оқиғаларына күдікті немесе күмәнді жерлерде дер кезінде медициналық көмекке жүгіну мәселелерде үгіттеліп насихатталды, тиісті қарарлар берілді.
Бүгінде сыр спорты серпінді түрде дамып келеді. Себебі салаға мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау көп. Облыста өткен жылы 13 спорт кешенінің құрылысы басталса, биыл тағы 10 кешеннің құрылысы жүргізілмек. Аймақтың атын асқақтату үшін спорт мектептерінде 48 спорт түрінен 640 жаттықтырушы 22.266 спортшыны тәрбиелеп баулуда. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында облыстық дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының басшысы Жанмұрат Сейілов саладағы жаңашылдықтар мен жетістіктерді баяндады. Оның айтуынша, биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында облыстың құрама команда мүшелері тұрақты түрде оқу-жаттығу жиындарына барып, ресми жарыстарға қатысты. Нәтижесінде біздің спортшыларымыз Қазақстан чемпионаты мен кубоктарынан 609 медаль, әлем және Азия чемпионаты мен кубоктарынан 83 медальға қол жеткізді. Одан бөлек 3 спортшы халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 20 спортшы спорт шеберін иеленсе, 570 спортшы спорт шеберлігіне кандидат болды. Биыл жалпы спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командасына облыстан 960 спортшы еніп отыр. Бұл өз кезегінде сыр спортының алдыңғы шепте екенін көрсетеді. Өздеріңіз білесіздер, осы жылдың басты спорттық додасы Олимпиада және Паралимпиада ойындары. Оған аймағымыздан 7 спортшы жолдама алып отыр. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Арнамыздан алыстамаңыз.